Али Кемалдың үйіне барып, өзінің кеме мейрамханасының ашылу салтанатына шақырып, олардың таңданысын тудырады. Кемал одан мұндай қымбат дүниені қалай сатып алғанын сұрайды. Али үйді кепілге қойып, несие алғанын айтып кетіп қалады. Ол Каджи холдингіне барып, көптен бері іздеген Хикмет Каджиді табады. Хикмет ұзақ жылдар бойы өзін қарапайым балықшы ретінде аты жөнін жасырып келген. Оны көрген Али аң-таң болады. Алидің келген себебін түсінген Хикмет оған Жәмилеге зиян тигізбеуін ескертеді. Али оған ештеңе деместен оның кеңсесінен шығып кетеді. Хасифе асығыс Жәмиленің үйіне келіп, оған маңызды жаңалық жеткізді. Али отбасы үшін қауіп төндіретін қадам жасап, бір үйді кепілге қойғанын айтты. Бірақ нақты қай үй екенін анықтау қажет дейді. Хасифе Жәмилеге дереу кадастр мекемесіне барып, бұл мәселені анықтауды тапсырды. Жәмиле кадастр кеңсесіне барып, қажетті ақпаратты сұрастырды. Алидің шын мәнінде Жәмиле тұрып жатқан үйді кепілге қойғанын білді. Бұл жаңалық оны ашуландырады. Бұл уақытта Айлин болса, Сонерді түрлі әдістермен қызғандырып, Мұрат пен бақытты кейіпте көрсеткісі келеді. 2 жас бал айын Парижде өткізуді жоспарлайды. Ертеңіне Али мен Каролин кеменің ашылу салтанатын атап өтіп жатқанда, Жәмиле ашулы түрде келіп, оған отбасының болашағына қауіп төндірді деп айыптайды. Али бұл бизнестің табысты болатынына сендіргісі келеді, бірақ Жәмиле оның әрекеттерін ақылсыздық деп есептейді. Ашуға булыққан Али, Жәмиленің жағынан тартып жібереді. Сол кезде Жәмиле оған осындай тәуекелге барғанын кешіре алмай, одан да өліп қалғанда қадірің болушы еді деп кетіп қалады. Бір шама уақыттан кейін нағыз кеме қожайыны келеді. Ол Алиге бұл кемені Экбер жалға алғанын, енді ақысын кім төлейтінін сұрайды. Али өзінің кеме иесі екеніне сенімді болып, таңданысын жасырмайды. Бірақ кеме иесінің құжаттарын көрген соң, өзінің алданғанын түсінеді. Кеме қожайыны Алиге ертең ақшаны дайындап қоюды айтып кетіп қалады. Көп ұзамай Экбер келеді. Ашуланған Али оған өзінің алданғанын оның бетіне басып, екеуі төбелесіп кетеді. Сол сәтте Каролин Экбердің ақша толы сөмкесін көріп, ішіндегі ақшаны өзінің сөмкесіне салып алады. Экбер Алиді қылқындырып өлтірмек болады. Оны көрген Каролин шоқпарды алып Экбердің басынан бір қояды. Экбер Алимен қоса теңізге құлап кетеді. Кеме қожайыны алыстан полиция қызметкерлерін ертіп келе жатқанын көрген Каролин өтірік жылап, айқайлап көмек сұрайды. Полиция қызметкерлері судан Алиді шығарып, бірақ Экберді таба алмағандарын хабарлайды. Кейін тергеу барысында тергеуші Алиге Экбердің жалған құжатпен кеме жалдағанын және оның өлі денесі табылғанын айтады. Оқиғаның басты күдіктісі ретінде Али уақытша қамауға алынады. Кешкілік Хасифе асығыс түрде Жәмиленің үйіне келіп, оған Али мен Экбер арасындағы оқиғаны жеткізеді. Ол Алидің Экберді өлтірді деп айыпталып жатқанын естіп, баласының түрмеге түсетінінен қатты алаңдайды. Келесі күні полиция Каролинді тергеуге шақырады. Ол Экбердің өліміне таңырқап, өзіне тағылуы мүмкін айыптан қорқады. Тергеуші Экбердің басында соққы ізі бар екенін айтады. Каролин өзіне еш қатысы жоқ екенін айтып ақталады. Тергеуші оны босатады. Сол уақытта митингте Ахмет жалғыз жүреді, ал оған Берен қосылады. Митингті Ахметтің анасы Мерал тілші ретінде бақылап тұрған болатын. Кенет адамдар арасында төбелес басталып кетеді. Сол сәтте Экремнің жалдаған қылмыскері Ахметке оқ атпақ болғанын көрген анасы, ұлын қорғау үшін Ахметтің алдына тұрады. Оқ Мералға тиіп, ол сол жерде көз жұмады. Анасының қазасына есеңгіреген Ахмет, осы оқиғаға Каханды кінәлайды. Бұл уақытта Сонердің үйіне Месуде келіп, оны өзіне қаратамын деп үміттенеді. Алайда Сонер оны жақтырмай, үйден шығуын талап етеді. Месуде оған інісі Айлинге үйленіп, енді онымен бірге бір шаңырақ астында қалай тұрып жатқанын бетіне басады. Сонердің ашуы күшейіп, оны үйден қуып шығады. Экрем өз жоспары іске аспағанын түсініп, оққағарларына ұлы Каханды қорғауды тапсырады. Әкесі Каханға Ахметтен жасырынуды бұйырып, үйден уақытша шықпауын талап етеді. Алидің соты басталып, оны жалғыз күдікті ретінде қарастырады. Тергеу аяқталғанша оны бір айға уақытша қамауға алу туралы шешім шығарады. Осы кезде Каролин Экбердің өлгеніне және Алидің түрмеде жатқанына қуанған күйде дүкен аралап, өзіне қымбат киімдер сатып алады. Таңертең Алидің үйіне банктан хабарлама келеді. Каролин оны оқып, Алиге айтпай, және Жәмиле үйсіз қалсын деген арам ниетпен хатты жыртып тастайды.
1 айдан кейін Алидің соты қайта жалғасады. Сараптама нәтижелері бойынша Экбердің суға батып, басын соғып көз жұмғаны анықталады. Осыған байланысты сот Алиді кінәсіз деп танып, оны босату туралы шешім шығарады. Алидің анасы Хасифе бұл жаңалыққа ерекше қуанады. Хасифе қуанышты жаңалығын жеткізу үшін Жәмиленің үйіне келеді. Олар дастархан басында шай ішіп отырғанда кенеттен банктен келген телеграмма қолдарына тиеді. Жәмиле қағазды ашып оқып, көздері шарасынан шығып кете жаздайды. Олардың тұрып жатқан үйі Алидің кесірінен кепілге қойылған екен. Оған қоса несиесі төленбеген. Бұл суық хабар Жәмиленің жүрегіне ауыр тиді. Ол бірден ашуға булығып, Алидің үйіне қарай бет алады. Есікті қатты қағып, үйінен шыққан Алиді айыптай жөнеледі. Алидің тек өз қамын ойлағанына ызаланған Жәмиле енді балдармен далада қалатын болдық деп ашуланады. Али болса, бұл жағдайды өзі реттейтінін айтып түсіндіруге тырысады. Али шұғыл түрде банкке барады. Банк басшысына неге хаттың өз үйіне емес, Жәмиленің үйіне жіберілгенін сұрайды. Алайда банк өкілі хаттың Алидің үйіне де жіберілгенін айтады. Али сол сәтте қасында тұрған Каролиннен банк хаттарының келіп келмегенін сұрайды. Каролин ешқандай хат алмағанын айтып, бәрін жоққа шығарады. Осы кезде банк басшысы үйдің несиесі төленбегендіктен сатылымға шығарылғанын мәлімдейді. Ашуға мінген Али банк өкілімен жанжалдасып кетеді. Банк несиесін қайтару амалын табу үшін Али тұрмысқа шыққан қызының үйіне барады. Ол қызының алдында қысылып, өзінің жағдайын түсіндіруге тырысады. Әкесінің сөзін естіген Айлин қиын күндерді есіне алып, әкесіне бұрын отбасының қиындықтарына көмектеспегенін бетіне басады. Қатты намыстанған Али үйден шығып кетеді. Осы уақытта Хикмет Жәмиленің жағдайын білу үшін цехқа келеді. Бірақ Жәмиле жалғыз басты әйелге ер адамның келуі дұрыс емес екенін, бұл өсекке себеп болатынын айтады. Хикмет оның сөзін түсініп кетпек болғанда, Жәмиле одан жеке жайдағы әйелдің кім екенін сұрайды. Бұл сұрақтан қашқақтаған Хикмет жауап берместен шығып кетеді. Хикмет өзіне таныс үйдің шарбағының қасында үнсіз тұр. Бұл оның бұрынғы үйі. Ол ішке көз тастап, бассейннің жанында тұрған әйелін көреді. Ол қолына қуыршақ ұстап тұр. Ол бір кездері Хикметтің жары болған, бірақ қазір екеуінің арасында тек ауыр естеліктер ғана қалған. Олар көз түйістірген сәтте өткен күндер қайта есіне түседі. Әйелі оны баласының өліміне кінәлағаны ойына оралады. Ал Хикмет болса, бар кінәні өз көңілдесінен көріп, оны атып өлтірген еді. Сол бір қайғылы оқиға оның түрмеге түсуіне себеп болған. Енді, міне, ескі жара қайта ашылғандай. Кешке Али үйінде Каролинмен әңгімелесіп, Айлиннен көмек сұрағанын, бірақ қызы оны келеке етіп көмектесуден бас тартқанын айтады. Каролин оған уайымдамауын, жағдайды шешудің жолы бар екенін жеткізеді. Оның Голландияда бай тәтесі барын айтып, сол тәтесінен ақша сұрап алатынын айтып сендіреді. Алайда бұл өтірік еді. Каролин шын мәнінде Экберден ұрлап алған ақшасын сейфте сақтап қойған болатын. Ертеңіне Каролин сейфке жасырған ақшаны алып, Алиге хабарласып, бай тәтесінің көмек көрсеткенін айтады. Али оның шынайылығына сеніп, Каролинді қиын сәтте жалғыз тіреу деп қабылдайды. Көп ұзамай Жәмиленің үйі аукционға қойылады. Бұл жаңалықты естіген жұрт аукцион орнына жиналады. Барлығы кімнің үйді сатып алатынын асыға күтіп тұр. Күтпеген жерден Каролин саудаға қатысып, үйді өзі сатып алуға ниет білдіреді. Оның бұл қадамы айналасындағыларды таңғалдырды. Әсіресе Али оның не үшін істеп жатқанын түсіне алмай, таңданысын жасыра алмады. Каролин Алиге жалған айтып бұл үйді өзінің шетелдегі тәтесі сатып алғалы жатқанын, бірақ құжат бойынша өзінің атына тіркелетінін айтады. Аукционға күтпеген жерден Айлин қатысып, оны Сонер қолдап, үйді толықтай сатып алады. Кейін ол бұл үйді Жәмиленің атына рәсімдеуді шешеді. Осылайша Каролиннің жоспары жүзеге аспай қалады. Али екеуі көңілсіз үйлеріне қайтады. Үйіне оралған Али терезеден Жәмиле мен оның балаларының бақытты күйде кетіп бара жатқанын көріп, қатты қынжылады. Каролинге ренішін білдіріп, кемесінен де үйінен де айырылғанын айтады. Алайда Каролин оған сабыр сақтауды ұсынып, тәтесінің ақшасы әлі өзінде екенін еске салады. Сол ақшаға кеме сатып алуды ұсынады, бірақ кемені өзінің атына рәсімдеуді талап етеді. Али амалсыз келісім береді. Жәмиле жұмыстан шығып Хикметпен кездесіп, оны жұмыс орнына келмеуді өтінеді. Өйткені көршілер өсек айтатынын айтады.
Хикмет оған Әлидің әлі де оны бақылауда ұстағысы келетінін ескертеді. Жәмиле оған ер адамдарға бәрі рұқсат, ал әйелдер әр қадам үшін сыналатынын айтып, ренішін білдіреді. Хикмет одан шын сүйетін адам жолықса, жүрегіңді тыңдайсың ба, әлде Әлидің ықпалынан шыға алмай жалғыз қаласың ба деп Жәмиленің қолынан ұстайды. Жәмиле оған тек балалар үшін өмір сүретінін айтып көзіне жас алады. Осы кезде Әли теңіз жағасына барып, Каролин берген ақшаға кеме сатып алады. Сол маңда келе жатып, Хикмет пен Жәмиленің бірге отырғанын өз көзімен көріп ашуланады. Ертеңіне Метенің мектептік өнер байқауы басталады. Жәмиле балалары және енесімен бірге барып, оның өнерін тамашалап қолдау көрсетеді. Мете музыкалық байқауда жеңіске жетіп, бас жүлдені иеленеді. Бұл жетістік оған алғашқы әнін пластинкаға жазуға мүмкіндік береді. Мектеп директоры оның дарынына таңданып, құттықтайды. Сол күні Инжи мұғалім көңілсіз күйде Седатқа тұрмысқа шығады. Кейін оқушылар оның тойына келеді, олардың арасында Мете де бар. Инжи оны байқаудағы жеңісімен құттықтайды, ал Мете оған бақыт тілеп көңілсіз кетеді. Таңертең Әли Каролин жұмысына кеткен сәтте, әдеттегідей терезеден қарап, Жәмиленің жұмысқа келгенін бақылайды. Біраз уақыттан кейін цех маңына қымбат көлікпен Хикмет келеді. Ол Жәмилемен сөйлескісі келетінін айтады, бірақ Жәмиле одан бұл жерге келмеуді өтінгенін еске салады. Сол сәтте Әли терезеден қарап екеуін бақылап тұр еді. Әли шыдамай сыртқа шығып, Хикметке дөрекі сөйлеп, Жәмиленің маңына жоламауды ескертеді. Алайда Хикмет Әлидің көзінше Жәмилені сүйетінін ашық айтып, оған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасайды. Жәмиле бұл сөздерді естіп таңғалып қалады.